достар, бұл Амина Лайк каналы. Біз сіздерге бүгін жаңа жылға дайындық, яғни азық-түлік алған видеомызды көрсетеміз. Милка шоколады біз қонаққа барғанда алып баратын және бізге біреу келген кезде беретін где-то 10 штуктай алдық. Үйде бесеу болған, екеуін сатып алдық и одан кейін тағы екеуін алдық. Салфетки дастарханға қоятын и обычный салфетки, маслиный без косточек салатқа қоятын, одан кейін лаваш. Әлі ешқандай рецепт жоқ басымызда. Не істейміз, не дайындаймыз, бірақ әйтеуір примерно осы керек болады ау деп алып жүрміз. Лаваштан бір рулет жасаймын деп ойладым. Осындай дайын селедка салатқа арналған. Қатты үлкен алып қойыппыз. Можно было кішкентайын алуға. Маринованные огурцы обязательно керек. Бірақ осы огурцы аз болып қалды. Одан кейін тағы магазиннен 2 банка алдық. Сондықтан магазинге бармас бұрын ең бірінші не жасайсың, қандай салат жасайсың және оған қандай продуктілер керек, қанша штук барлығын жазып бару керек. Осы фирманың горох пен кукурузаның рекламасы көп болғаннан кейін осыны алып көрдік. Вроде нормальный. Кукуруза мен горохты салаттан басқа біз гарнирге рис пен гречкамен араластырып жасай береміз. Ал мыналар, как всегда, мен алған продуктылар емес, маған әкеліп беріп жатыр. Ол, как всегда, Амина мен папасы самый неполезный продуктыларды алатын, ал мен керек полезный продуктыларды аламын. Напитоктарды сонша көп алғанбыз, қалып қойды. 2 үлкен кола, 2 үлкен буратино, 4 үлкен сок, фанта, спрайт, одан басқа үйде компот болды. Сондықтан көп қалып қойды. Салаттарға майонез алдым, бір үлкенін, бірақ ол аз болып қалды. Аз болғанда прям ровно жетті. Ал сүт біз, как всегда, 4-5 штук аламыз, өйткені каша постоянно и чай, кофеге керек. Сыр салатқа и детское питание арасында осындай чипсы, сухарики кетіп жатыр. Біздің жаңа жылда қатты дайындалатын істейтін ол торт. Сондықтан тортқа арнайы осындай рикотта деген творожный сыр алдым, бірінші рет алдым. Сондықтан көреміз. Сгущенка міндетті түрде. Достар, осындай форматта видео қызық болса, міндетті түрде лайк басып каналымызға тіркеліп кетіңіздер. И, конечно, ең үлкен покупка ол памперс. Сәлем, достар, біздің жаңа жылға деген дайындығымыз вообще мощный. Чего только не купили, не алмадық. Короче, на жерде помело, мынандай үлкен. Одан кейін авокадо 3 штук. Бұдан әртүрлі неше түрлі салаттар, закуски, соның барлығын көрсетеміз осы влогта. Біздің влог, короче, жаңа жылдық дайындық супер болайын деп тұр. Сондықтан міндетті түрде бізге лайк басыңыздар, каналымызға тіркеліңіздер и комментарийға жазып кетіңіздер. Короче, біз Амина екеуміз торт жасайын деп жатырмыз. Как всегда, жылда біз жаңа жылда тортты өзіміз жасаймыз, ешқандай магазиннен сатып алмаймыз. Мынандай клубника, қараңыздар, вообще. Осымен украшать ететін боламыз тортты. Қараңыздар. Қандай әдемі, одан кейін мынау черникамен тоже торт жасаймыз, капкейки жасаймыз, үстіне крем жасаймыз. Бұны Амина мен Амир екеуі украшать ететін болады, әдемілейді. Оның барлығын көрсетеміз сіздерге. Мына жерде манго. Мен жеп көрген, балалар әлі манго жеп көрген жоқ. Лаймнан бір нәрсе істейміз. Киви, мына жерде мандарины и мынандай апельсин, мандарин ба? Папамыз осының бәрін алып келді. Әлі бітпей жатыр, әлі әкеліп жатыр. Мына жерде қазір Амина өзі разбор жасайды.
Мына жерде неше түрлі сыйлықтар. Бұны коробкаға салып не істейміз ба деп ойлағанбыз. Подарок жасаймыз ба деп ойладық. Короче, қазір мені өзі обзор жасайды. Мына жерде неше түрлі тәттілер бар. Фикс прайстан. Қазір оны көрсетеді. Сондықтан біздің видеомызды до конца көріңіздер. Міндетті түрде біздің влог сіздерге ұнады ма, ұнамады ма, лайк басып кетіңіздер. Сәлем достар, мен Терминалай каналдасыздар. Достар, мен бүгін мен телефоныма новый чехолды аламын, сосын мен стеклоны поместим. Достар, влог өте күшті болады, поэтому подписаться, лайк басып комментарий жазыңдар. Алып кеттік. Смотри, мой видео. Белые штучки. Достар, смотрите, какой у меня телефон новый теперь. Çikolma? Bunun çingeyi var, bunun çingeyi var. Так елка смотрится. Выходи. Қалай? Яркий, анатомия органа, не органы. Другой? Ұнамайды ма? Саш, смотрите, теперь у меня белый телефон. Нажер белый. А чехол у меня... Достар, қазір мен чехолды поменять етемін.